Әлем картасында жоқ топ 10 ел. 10-шы орын Приднестровье. Бұл Молдова аумағындағы мойындалмаған мемлекет. Ол 90-шы жылдары КСРО ыдыраған кезде пайда болды. Шын мәнінде бөлек ел сияқты өмір сүреді. Бірақ оны ешкім, тіпті Ресей де мойындамаған. 9-шы орын Сиборга князьдігі. Бұл Италиядағы мойындалмаған мемлекет. Ал сіз Еуропа одағында ондай жоқ деп ойладыңыз ба? Ол бір итальян ауылын алып жатыр. Ал сол ауылдың тұрғындары 1963 жылы жергілікті мұрағаттардан біреуге тәуелді екенін растайтын құжаттарды таппаған соң өз тәуелдіктерін жариялап жіберген. Олардың тіпті өз ақшасы мен 3 адамнан тұратын әскері бар. Бірақ Италия бұған әзірге аса мән бермей отыр. 8-ші орын Лакота Республикасы. Бұл ақштағы үндістер жариялаған мойындалмаған мемлекет. Себебі олардың қазір тұратын жері Лакота резервациясында елдегі ең төмен өмір сүру деңгейі болған. Үндістердің даулы мәлімдемелеріне және тіпті бір ауылды басып алуына қарамастан ақшта үлкен қозғалыс болған жоқ. 7-ші орын Батыс Папуа. Бұл Жаңа Гвинея аралының батысындағы мойындалмаған мемлекет. Оны Индонезия билігіне наразы жергілікті тұрғындар жариялаған. 6-шы орын Амазония. Оның Амазонкаға қатысы жоқ. Ол 2017 жылы бұрынғы Британ Камеруны аймағында пайда болған мойындалмаған мемлекет. 5-ші орын Батыс Тагаленд. Ұқсас жағдай, бірақ бұл жолы Гананың бұрынғы неміс бөлігі. Олар 2020 жылы тәуелсіздігін жариялаған. 4-ші орын Ва мемлекеті. Бұл Мьянманың бір бөлігі. Қытай мен Таиландқа жақын орналасқан. Мойындалмағаны мен өзінің әскері және басшылығы бар тәуелсіз мемлекет ретінде өмір сүріп жатыр. Ал біз үздік үштікке көшейік. 3-ші орын Сомалиленд. Бұл Сомали мемлекетінің жартысын алып жатырған ең мықты тәуелсіз мемлекеттердің бірі. 90-шы жылдары олар тәуелсіздік үшін күресте жеңіске жеткен. Бірақ әлі күнге дейін ешкім ресми түрде мойындаған жоқ. 2-ші орын Силенд. Бұл мүлде ерекше жағдай. Ұлыбританияның жанындағы теңіздегі бетон платформасында жарияланған тәуелсіз мемлекет. Оны 1967 жылы британдық Бетти Пейдж жариялаған және бірден сол жерге көшкен. Бүгінде Силендті оның ұлы басқарады, бірақ негізінен өзі Ұлыбританияда тұрады. Айтпақшы, мен Несін Нұрмұхан, әлемнің қызықты деректерін білу үшін маған жазылуды ұмытпаңыз. 1-ші орын Ирактағы Курдистан. Бұл ресми мойындалмағаны мен де-факто тәуелсіз мемлекет. Мұнда тіпті Иракқа қарағанда жағдай әлде қайда жақсы.